Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет нәп-нәзік лаваштан қытырлап тұратын салат әзірлейтін боламын. Видеома лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар, міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Осындай керемет рецепттерімді жіберіп алмаңыздар. Ең алдымен лавашымызды алып, 4 бұрышты етіп кубиктеп турап шығамыз, үлкен етіп. Бір жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырып, щетканың көмегімен өстіп лаваштарымыздың бетіне жағып шығамыз. Бір бетіне жағамыз. Алдын ала қызып тұрған духовкамызды 180 градусқа қойып, 5-10 минут пісіретін боламыз. Ең алдымен қиярымызды турайтын боламыз. Видеодағыдай турап шықсаңыздар болады, болмаса қиғашынан көбіктеп турап шықсаңыздар болады. Енді қызанағымызды тураймыз. Қызанағымызды 4 бұрыштеп, болмаса ұзынша турасаңыздар болады. Енді қызыл бұрышымызды тураймыз. Енді видеодағыдай көрсеткендей турасаңыздар да болады, кубиктеп турасаңыздар да болады. Алдын ала жуып, кептірілген салат жапырағын қолымыздың көмегімен үземіз осылай. Мен бұл салатқа творожный ірімшік салдым. Егер сіздерде творожный ірімшік болмаса, басқаша түрлерін қолдансаңыздар да болады, қатты түрін қолдансаңыздар да болады. Енді майонез саламыз. Алдын ала пісіріп алған лавашымызды осылай салатымыздың ең бетіне қойып, лопатканың көмегімен жай ғана араластыратын боламыз. Лавашымыздың жарты бөлігін алып қаламыз. Тарелкамызға ұсынарда салатымыздың бәрін салып, бетіне лаваштарымызды әр жеріне қойып қоямыз. Өте әдемі көрінеді.
осындай кереметтей салатты міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де осы видеоға қатысты өз пікірлеріңізді комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Алдыңғы уақытта осындай кереметтей түрлі рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қазақша контенті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ фуд ас болсын.